Сәлеметсіздер ме, құрметті ізденуші қауым, мұғалімдер, оқушылар. Бүгінгі біздің кездесуіміздің тақырыбы жобалық оқыту, оқушыны өмірге бейімдеу. Жалпы баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек деп айтып өткен болатын Жүсіпбек Аймауытов. Шын мәнінде біз оқыту мен оқу үдерісінде баланың ынтасын арттыру үшін жұмыс жасаймыз. Яғни оның баланың ынтасын арттыру үшін оқытып жатқан нәрсемізде бір жаңалық болмаса, онда біздің берер біліміміздің тәжірибелік маңыздылығы да болмайды деп түсінеміз. Жалпы тәжірибеде жоба әдісі оқушылардың жеке және ұжымдық әрекеттері нәтижесінде қайсы бір мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ жұмыс нәтижелерін жариялай алатын оқу-танымдық тәсілдер жүйесі. Яғни бұл жай ғана әдіс емес, тәсілдер жүйесі. Әдістің мақсаты оқушының белсенді өзіндік ойлауын дамыту, мектеп беріп жатқан білімді тек есте сақтап қана қоймай, өмір тәжірибесінде қолдана білуге үйрету. Алдында біз өзіміз айтып өткендей, жалпы жобалық оқыту бұл оқушыны өмірге бейімдеу деген сөз. Жобалық әдіс ол тек оқу бөлмесіндегі мәселені ғана емес, мектеп көлеміндегі, одан әрі республикалық, халықаралық дәрежедегі тек білім берушілік қана емес, әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шешуге септігін тигізетін әдіс. Осы тұрғыдан келгенде, бұл әдіс міндетті түрде қазіргі кездегі сұранысқа ие, жалпы халықаралық дағдылар мен функционалдық сауаттылық, жалпы оқыған білімді тәжірибеде қолдана алу қабілетін талап ететін әдістердің бір түрі. Жалпы жобалық әдісті меңгеру үшін ең алдымен жобалар әртүрлі болатын, сондай-ақ оны оқу үдерісінде пайдалану жетекшіден мұқият дайындықты талап ететін білген жөн. Ал оған кіріспес бұрын оның әлеуметтік, мәдени, экономикалық, тағы басқа жақтарынан маңыздылығын анықтап алу керек. Жетекші жобамен жұмыс жасағанда жалпы оқушы ықыласына назар аудару тиіс. Өйткені қандай жоба жасайтынын шешетін де сол оқушының өзі. Біз айттық қой, басы Аймауытовтың сөзімен келтіргенде, жалпы баланың ынтасын арттыру үшін ол оқытатын нәрседе бір жаңалық болуы тиіс деп. Бұл жаңалықты бала өзі көре білу керек, және көргеннен кейін сол жаңалықпен өзі айналысқысы келетін ниеті болу керек. Және ол қандай жоба жасайтынды шешетін сол оқушының өзі болу керек. Мұнда мұғалімнің сауатты рөлі оқушыға өз идеясын таңып қоймай, яғни өзінің ойындағы идеясын, жобасын іске асыруды зорлап міндеттемей, оқушы әрекетіне шеберлікпен басшылық ету болып табылады. Яғни оған дұрыс бағыт, бағдар беріп тұрған жөн. Жалпы қызмет басымдығына қарай жоба әдісі, жобалау, жобалық оқыту, зерттеушілік, шығармашылық, қолданбалы, тәжірибеге бағытталған, ақпараттық болып бөлінеді. Зерттеушілік жоба дегеніміз ол қандай жоба? Яғни ғылыми зерттеуге тән болжам жасауға болатын негізі бар. Алдан ала шешімі беймәлім зерттеушілік, шығармашылық мәселені шешуге бағытталған оқушылардың қызметі. Яғни ең көп айналысатын жобалардың түрі мектепте, мектептен тыс, жоғары оқу орындарында және ғылыми атаққа байланысты қорғалатын қорғау жұмыстарында негізге алынатын жобалардың көбісі осы зерттеушілік жобалар. Шығармашылық жобалар қатысушылардың қызығушылықтары мен қисындарына бағынышты, әрбір бөлшегі нақты қарастырылмаған тек қана жобаланып, ары қарай дамытылатын жобалар. Ең дұрысы ұнайтын жоспарлы нәтижелерге келісуге болады. Бірлесіп шығаратын газет, шығармалар, бейнефильмдер, спорттық ойындар, экспедициялар, тағы басқалар. Бұл жобалар жалпы топтық нысанды талап етеді. Қолданбалы тәжірибеге бағытталған жоба. Басынан бастап ол жобаға қатысушылар қызметінің нәтижесі нақты белгіленген. Бұл жоба қолданбалы жоба деп отырғанның өзі прикладной, яғни тәжірибеге бағытталғандықтан ол біршама алдын ала белгіленген, қатысушылар қызметінің нәтижесі нақты белгіленген жоба болып табылады. Нәтиже міндетті түрде оқушылардың әлеуметтік қызығушылықтарына бағытталған. Ақпараттық жобалар бір нысан немесе құбылыс туралы ақпараттар жинау, зерттеу жобаларының модулі ретінде қолданылса болатын жобалар.
Жалпы жобалардың қызмет басымдығына қарай осындай түрлерін осындай негізде түсініп алуға болады. Пәндік мазмұндық жағынан, яғни ол моножобалар, тек бір адамның бір ғана негізде, бір ғана мақсатта, бір ғана нәтижеге жеткізетін пән аралық жобалар, бірнеше пән бірлесіп, пән шеңберінен тыс жобалар. Яғни пән шеңберінен тыс деген ол жалпы шығармашылық жобалардың көбісіне сәйкес келеді. Қатысушылар санына қарай жеке тұлғалық, жұптық, топтық, ұжымдық болып бөлінеді. Жеке тұлғалық дегеніміз ол бір қатысушы. Яғни жобаға қатысатын бір ғана адам. Жұптық дегеніміз ол екі қатысушы, яғни бірден көп екі адам. Топтық, ұжымдық деген екіден көп қатысушы. Яғни бұл жоба жұмысымен айналысқанда сол жобаға қатысушылар санына қарай жеке тұлғалық жоба, жұптық жоба, топтық, ұжымдық жоба деп бөлінеді. Орындалу мерзіміне қарай қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді болып келеді. Біз кез келген жоспар жасағанда міндетті түрде осындай негізде уақыт шеңберінде жасауға тырысамыз. Жоба да сондай негізде іске асырылады. Қысқа мерзімді дегеніміз бір аптаға дейінгі, орта мерзімді бір аптадан бір айға дейінгі, ұзақ мерзімді бір аптадан бірнеше айға дейінгі. Ол жылға да созылуы мүмкін, немесе жылдарға созылуы мүмкін. Жобалау нысанына қарай морфологиялық, әлеуметтік, экзистенциалдық болып бөлінеді. Морфологиялық дегеніміз бұл заттарды жобалау. Әлеуметтік дегеніміз, яғни ұйымдарды, нормаларды, күрделі әлеуметтік нысандарды жобалау. Экзистенциалдық дегеніміз өз тағдырын құруда адами меннің тұлғалық дамуын жобалау. Бұл жобалаудың нысанына қарай түрлері. Жалпы осы барлық алдында айтылып өткен нысанына қарай, қатысушысына қарай деген жоба түрлері бойынша жалпы жобамен, жобалық әдіспен айналысқанда көп қолданылатын ғылыми болсын, мейлі зерттеушілік, мейлі шығармашылық болсын, мейлі ақпараттық болсын, кез келген жоба түріне байланысты қолдануға өте тиімді және нәтижелі филодиаграммасын ұсынар едім. Бұл филодиаграммасының өзі 4 кезеңнен тұрады, 4 бөліктен. Бірінші фактілер, яғни зерттеу нысаны ретінде алынған мәселеге, яғни шешімін табуға тырысатын мәселеге қатысты ақпараттар, мазмұнына қарай олардың топтамалары, яғни фактілер жинау. Екінші, сол фактілерден кейінгі идеялар, яғни гипотеза фактілеріне сүйене отырып белгіленген ойлар. Жалпы жорамал түріндегі фактілер, жиналған фактілер, мәселеге қатысты ақпараттар, мазмұнына қарай топтамаларға қатысты, соларға сүйене отырып белгіленген ойлар. Яғни идея анықталғаннан кейін енді зерттеу пәні, яғни мәселені шешуге көмектесетін сауалдар. Неден бастап, қалай жалғастырып, немен аяқтауымыз керек төңірегіндегі сұрақтар. Одан кейінгі іс, әрекет жоспары. Яғни біз фактілерді жинадық, анықтадық, мәселеге байланысты идеялар ұсынылды, сұрақтар анықталды, зерттеу пәні белгілі, енді іс-әрекет жоспарын жасаймыз. Іс-әрекет жоспары мәселені шешуге көмектесетін іс-әрекет жоспары. Яғни зерттеуді бастау. Ол зерттеудің өзі әртүрлі формада іске асуы мүмкін. Яғни оның ішінде сұхбат алу болсын мақұл, сонымен қатар тағы басқа сауалнама арқылы, немесе лабораториялық зертханалық зерттеулер болсын. Жалпы іс-әрекет, факті, идея, сұрақтар негізіндегі мәселені шешуге бағытталған іс-әрекет жоспары болуы тиіс. Өте тиімді диаграмма, осының негізінде сұлбасын жасауға болады. Енді жобалық қызметпен айналысуға қандай ұсыныстар жасаған болар едім? Ұжымыңыздың зерттеушілік мәдениетін зерттеңіз. Мысалы үшін зерттеу деген не? Зерттеумен қалай айналысуға болады? Ол үшін не жасау керек? Алдымен неден бастау керек? Одан кейінгі жұмысты қалай алып жүру керек? Кіммен жұмыс жасау керек? Қалай жұмыс жасау керек деген сияқты жалпы ұжымның, мұғалімдердің, болмаса ұжыммен байланысатын және де басқа топтармен байланыста болатын болсаңыздар, зерттеумен байланысты барлық мәдениетін зерттеуге тура келеді.
яғни сауалнама жүргізесіздер, тест, мектеп рейтингіндегі жобалар жарыстар нәтижелерінің үлесі басқалардың барлығын зерделеп болғаннан кейін арнайы топ құрылады. Осы жұмыспен айналысуға идеялас, үзеңгілес дейміз, сондай топ құрылады, топ құрыңыз. Содан кейін барып сұранысқа қарай, яғни сол топтың жұмысын сауатты, мәдениетті, ертеңгі күні нәтижелі болып шығу үшін сұранысқа жауап беретін тек мектептің көлемінде емес, мектептен тыс аймақтық мәселеге жауап бере алатындай дәреже көмектесетін негізде жұмыс жасау үшін сұранысқа қарай коучинг, тренингтер, семинарлар, тәжірибелік сабақтар ұйымдастырыңыз. Бұл жерде тек өзіңіз ғана емес, ұжымдастарыңыз, топтастарыңызбен бірге құрастырасыз. Одан кейінгі мектепшілік, мектептен тыс іс-шаралар бойынша жобалық қызмет мониторингі жасаңыз. Мысалы үшін мектепте қанша адам жобамен айналысып жатыр, жобаның қай түрімен айналысып жатыр, ол жобаның басталуы мерзіміне сәйкес орындалу мерзімі қалай іске асып жатыр, ол жобалардың жалпы мектеп көлемінде, мектептен тыс республикалық, халықаралық дәрежеде көрініс беру қалай іске асып жатыр, қаншалықты халыққа пайдасы тиіп жатыр, қаншалықты жаңашылдық сипатта жаңалық ашып, аймақтық дәрежеге шейін өз пайдасын келтіріп жатыр деген сияқты бүкіл мәліметтер мониторингін жасайсыз. Сосын мұғалімдер құзыреттілігі мен оқушылардың тәжірибелік бағыттылығының динамикасын зерттелейсіз. Яғни сіздің бұл іс-әрекетіңіз жасап отырған жобалық қызметке байланысты бүкіл іс-шараңыздың мұғалім құзыреттілігіне, оқушылардың тәжірибелік бағыттылығына әсері қалай болып жатыр, өсу бар ма жоқ па деген динамиканы зерделеуіңіз керек. Оны сауалнама түрінде, жұмыс саны мен сапасы түрінде, кәсіби бағдарланушылық пен мектептегі жағымды хал-ахуал, яғни мұғалім, ата-ана, оқушы, әкімшілік арасындағы дау-жанжалды болдырмау, шешімін табуға көмектесіп жатқан жағдайында деген сияқты, жас мамандар жұмысын жандандыруында көрініс беру деген сияқты тұрғыдан зерделеуге болады. Жалпы бұл жобалық қызметпен айналысуға берілген ұсыныстар. Оған қатысты қандай түрлері бар, нысан түріне, қатысушысына байланысты, мақсатына қарай деген сияқты алдында таныстырып өттік. Назарларыңызға рахмет.